Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауылпаз бабалар мұрасы. Мақсаты дауылпаз аспабымен танысу, ертеде болып кеткен іс-әрекет туралы баяндап айту және жазу. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздеріміз, жаңа сөздерді оқып, сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Келесі суретте жаңа сөздер суреттермен берілген. Дауылпаз дегеніміз не? Дауылпаз қазақтың ұрып ойнайтын көне саз аспабы. Дауылпазды былғары және ағаштан жасаған. Дауылпаз жайлы видеоны тамашалап алсақ, олай болса кітабымыздың 108-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырмадағы балалар мәтінді оқимыз. Бұл суретте қазақ және орыс тілдерінде аудармалары берілген. Енді сынып жұмысына көшеміз. Жазу дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазамыз. Үшінші тапсырма бұл сынып жұмысы. Бұл жерде балалар мәтін бойынша сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтаймыз және дәптерімізге жазып аламыз. Келесі кезекте бізде ереже етістіктің бұрынғы өткен шағы. Яғни бұл жерде бізде керекті қосымшаларымыз ған, ген, қан, кен және де қосымша жіктік жалғауы. Бұл жерде іс-әрекетті білдіретін алу, келу, айту сөздері берілген. Оларды енді біз етістіктің бұрынғы өткен шақ формасына айналдыруымыз қажет. Алу, алғанмын. Келу, келгенсің. Айту, айтқан. Яғни бірінші жақта мен алғанмын, екінші жақта сен келгенсің, үшінші жақта ол сөйлескен. Осы ереже бойынша үй жұмысы 109-ші беттегі 5-ші тапсырма. Бұл жерде іс-әрекетті білдіретін етістіктерді бұрынғы өткен шақ формасына айналдыруымыз қажет. Беру, берген, білу, білген, қолдану, қолданған деген секілді. Яғни осы кестедегі үлгідей үй жұмысын орындаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.